Естідік, өздеріңіз байқап отырсыздар. Матч осындай бір тамаша нүктеде басталғалы тұр. Бірінші матчтың нәтижесін айта кетейік. Қадірменді ағайын, бір-бірден жас футболшылардан бар. Junior Cabananga қазір өте жылдам соққы, қақпа бағанына тиді. Қазір тағы да бір соққы бағыттағы болады. Твумаси құлады, бірақ ешқандай пенальти бұл жерде белгіленбейді. Доп шығып кетті. Қазір допты ойынға Серікбол Қапанов қосуы тиіс. Кабананганың алғашқы мүмкіндігі мінекей байқадыңыздар. Қазақстан премьер-лигасының қола жүлдесіне ел кеткен. Бүгін енді кубокта міне Серікжан Мұжықовтың Кабанангаға шығарған пасы Джордж Деспотович бұл жерде ойыннан тыс қалды. Айтпесе, негізі қорғаушыларға сақ болу керек. Джордж Деспотович негізі мұндай мүмкіндіктерді мүлт жібермейтін кәдімгі шебер ойыншылардың бірі. Оның үстіне бүгін дәл мынандай жастардан құралған Ертіс командасына қарсы матч. Жастар ұзын құлақ деңгейінде жүріп жатыр мына қоғамда. Секілді Бауыржан Жолшиев те келер жылы Алматылық Қайратта ойнау мүмкін деген. Офсайд жоқ! Гол! Джордж Деспотович! Өте тамаша. Бұл жерден де офсайд болған жоқ. Қайтадан бейне қайталаудан біз міндетті түрде көреміз. Шамамен өзімізді көріп тұрдық. Ешқандай офсайд болмағанда еді. Мінекей Астана командасының бапкерлер штабы өте қатты қуануда. Мінекей әуелете асырылған пас. Офсайд болған жоқ. Дәл солай. Тек қақпашы кеш шықты бұл жерде. Бұл жерде офсайд жасаймыз деген қорғаушылардың қателігін Джордж Деспотович тамаша пайдаланып кетті. Суырылып алға шықты да, міне сол аяқпен тамаша гол. Және пасты қара. 12-ші нөмірдегі Геворг Наджарян пас берген болатын. Кәдімгі қолмен қойғандай әдеп. Ой, тамаша болғанмен орындау нашар болды. Соққы өте тамаша болды қазір, бірақ қақпаға дәл бағыттай алмады бұл жерде. Карлош Фонсека менен Арман Смайловтың арасындағы шабуыл болатын. Мінекей көрдіңіздер. Бейне қайталаудан тамаша мүмкіндік еді негізі. Жаңағындай тәжірибелі шабуылшы болғанда осы жерде Твумаси паспен ұнғатты. Көп жанкүйерлер Твумаси алдыға қақпаға бағыттаса екен деген тілектерін айтқан. Бұл жерде Деспотович және бір мәрте көзге түсуі мүмкін, алайда Деспотовичтің кейін серпілген допты Астана ойыншылары пайдаға асыра алмады. Бұл 12-ші нөмірдегі Геворг Наджарян. Геворг Наджарян жаңа ғана голдық пас шығарған. Бүгінгі ойында керемет ойнап жүр, алайда дәл осы сәтте сәл ғана тәжірибе жетіспеді деуге болады. Асықты. Әйтпесе аяқтың ұшымен түрте сойылса, қақпадан осындай керемет талас тартысты көргіміз келеді. Патрик Твумаси оң қапталдан тамаша шығарды. Junior Cabananga сонымен бүгінгі ойындағы нәтижені 2-0-ге жеткізді. Junior Cabananga тамаша, ешқандай аспай, саспай, өзінде бар мүмкіндікті голға айналдыра алды. Тіпті міне жанкүйерлер керемет қуанып жатыр. Ал Junior Cabanangaның бір аса қуанғанын көрмей отырмыз. Тамаша, Твумасидің әдемі шығарған пасы Junior Cabananga аяғымен тырсып тебе салды, сөйтті гол болды. Бұл жерден Айбек Кабананганың гол соғуынан көрі ертеңде де жалғаса беретінді шығар бәлкім. Сондықтан қазірден бастап мықты бол көрі. Карлос Фонсека жүйткіп алаңға қарай тамаша пас шығарған болатын. Есеп тура бірінші матчтағыда 2-1. Бұл жерде 97-ші нөмірдегі Арман Смайлов гол соқты. Бұл Карлош Фонсеканың бір 90% еңбегінің арқасында соғылған гол десек болатын шығар. 3 автобус болып Павлодардан келген жанкүйерлер мінекей бұл голды тамаша тойлатуда. Тыржалаңа шешін тастап, мінекей бұл жерден де Арман Смайловқа гол соғудан көрі соқпау қиын еді. Аяқты қою ғана қалып тұрған мінекей жас ойыншы іштей қуанып тұрғандығын болса, Қайрат финалға шыққан білеміз. Карлош Фонсекаға тамаша пас асыруға болады. Қақпашымен бет-бе-бет шығуға болады. Соққы және гол! Есеп 2-2. Өте тамаша гол мінекей. Карлош Фонсека. Мұна жақта 95-ші нөмірдегі Аманбол Алиевті біз жоғалтып алды. Қайда кеткендігі түсініксіз. Телефонмен біреу звондап шақырмаса, мұна жақта бос тастап кеткен екен. Қапталдың барлығын түсініксіз қайда жүрген. Енді келді мінекей Геворг Наджарян келді. Гол соғып болғаннан кейін Аманбол Алиев келді. Түсініксіз оқиға. Ертістің енді әрине осындай жылдам шабуылы өз жемісін беріп отыр. Астананың қалауы сол. Ал келесі кезең туралы мәселе бұл жерде. Егер астаналықтар гол жіберсе арта түсетін секілді.
Тамаша, керемет. Міне кәдімгі тәжірибелі шабуылшылардай 97 нөмірдегі Арман Смайловтың дубль авторы атанғанын көріп отырмыз. Өз-өзіне сенер алар емес. Міне қорғаушыларды Сергей Малыйды жас балаша алдап кетті. Жас бала бұл жерде Сергей Малый секілді болып қалды. Ал Арман Смайлов болса керемет қорғаушыны қалдырды да тоқтап асықпай Александр Мокин қорғаған қақпаның кілтін тапты. Бүгін ертіс командасы қақпаға тура 3 соққы бағыттады, 3-еуі де гол, 2-де 3. Енді қазір және бір мәрте гол. Қорғаныста қателіктер орын алды. Міне Жуниор Кабананганың Георг Наджаренға шығарған добы. Деспотович тамаша соққы, алайда қақпадан қисық кетті. Сол аяқпен тамаша қақпаны 9-ды көздеп еді. Алайда 9-ды емес, доп одан әрі асып кеткенін көріп отырмыз. Егер қақпаға киінгенде керемет голдың куәсі болар еді, құрмет. Көбірек ойластыра бастаған сияқты, өйткені матчтың тағдырын өзі шешіп тастауы да әбден ықтимал. Сондықтан да сәл белсендірек қимылдауда. Кабананга, Серікжан, соққа және қорғаушылар шығаруда. Мұнда қазір ойын өте тартысты өтуде расымен де. Бүгін енді футболшылар, командалар жалпы екінші құраммен шықты. Көптеген негізгі құрамның ойыншылар жоқ деп айтқан болатындығымыз, бірақ соған қарамастан ойын өте тартысты, қызықты өтуде. Өйткені жалындаған жас жігіттерге қанша дегенмен. Мінекей қараш, қазір қандай тамаша мүмкіндік Серікжан бағытта. Өнер көрсетіп жүр. Көзінде баяғы от жоқ. Тек кешегі Олимпиакоспен ойнаған ойынның алғашқы таймында өзіне деген сенімділікті қайтадан тапқандай болған Жуниор Гол! Жуниор Кабананга бүгін дубльдің авторы. Сонымен қос дубльдің авторы алаңда. Арман Смайлов пен Жуниор Кабананга әзірге гол соғудан жарысып жатыр. Тамаша шығарған пас. Патрик Твумаси осымен екінші нәтижелі пастың авторы атанды. Екі пасы да Жуниор Кабанангаға жетті. Жуниор Кабананга әдемі баспен допты кәдімгі қақпасы жауып тұрған соң жерге шегеде қадатты. Жылжып жақындағанын көрдік. Твумасидің әзірге шаршап қалған ба, добы алғашқы қорғаушыдан асып жатқан жоқ. Бұл жолы қайтеді екен. Тамаша көтерді Юрий Лагвиненко, тамаша баспен бағыттады, алайда қақпаның маңдайшасынан қайтты бұл доп. Айттық қой, Юрий Лагвиненко секілді баспен ойнайтын ойыншылар санаулы біздің Қазақстан премьер-лигасында. Рохер Каньяс алыстан соққы бағыттамайды, Твумасиге жіберген, алайда Твумаси мен бұл жерде Лагвиненко бір-бірін түсіне алмай қалды, ал Лагвиненко ойыннан тыс қалған етін бұл жерде. Тамаша, қорғаушылардан бұрын допқа жетіп Юрий Лагвиненко баспен. Эрлі Фридгеймас секілді ойыншылар қалса, онда тамаша болғаны соққы және гол емес бұл жерде. Қорғаушылар өте сауатты ойнай білді. Серікжан Мұжықовтың бойы сәл қысқа болғандығының бір кесірі тиген секілді осы тұста. Серікжан Мұжықов бұл жерде Серікбол Қапановтан айласын асыра алмады. Паспен бағыттаған тура алдында тұрды. Қақпашы сәл-сәл оңға немесе солға бағыттау керек еді, алайда Мұжықовтың бұл жерде кеп отыр. Себебі біз Қайсардың жанкүйерлері осы Қазақстан премьер-лигасындағы ең керемет жанкүйерлердің бірі, командамен бірге бір үнемі жүреді, ал бұл жерде тәртіп бұзылды. Патрик Твумаси әйтеуір бір өткендей болып еді, алайда 78-ші нөмірдегі Мадияр Рамазанов тәртіп бұзды бұл жерде. Твумасидің әзірге айып алаңына енуге мүмкіндік бермей отыр дәл осы ойыншылар. Енді қанша дегенмен бүгінгі ойында екі тамаша пас асырды Кабанангаға. Твумаси сонысымен де пайдалы болды. Қазір тағы бір стандарттық жағдайда орындауға мүмкіндік алып отыр. Көрейік қазір ганалық жас ойыншы қандай мүмкіндік қарастырар екен. Авраам Грант баптайтын Гана ұлттық құрамасына шақыртып алып жүрген Патрик Твумаси қазір айып алаңына әуелете пас асырды және соққы тағы да маңдайша, ал қайтып келген допты голға айналдырған Сергей Малый ертіс қақпасына, өзі бірінші айналымда ойнаған командасының қақпасына гол соқты. Бұл жерде негізі доп аяқ астынан Сергей Малыйға келіп қалған болады. Мінекей бірінші допты Лагвиненко бағыттаған екен. Тағы да екінші мәрте маңдайшаға тигізген Юрий Лагвиненконың добын Сергей Малый жақсы пайдалана кетті. Сонымен есеп 4-3 бүгінгі біздің матчымызда, ал
Астана командасы 4-3 есебімен ертісті. 2014 жылы Қазақстан премьер-лигасының. Қазір кімге көтереді екен? Логвиненко да, Сергей Малый да барлығы қазір айбалаңында, алайда қақпаға соқпақтады және 5-3 Рохер Каньяс көзге түсті. Тамаша гол. Патрик Твумасидің да қуанышында шек жоқ. Міне тағы бір нәтижелі пастың авторы атанып шыға келді. Бүгін Патрик Твумаси ассистенттік жағынан хет-трик жасады десек болатын шығар. 3 голдың соғылуына Патрик Твумасидің үлесі зор болды. Ал голдың авторы Рохер Каньяс. Және қадірменді ағайын, жаңа ғана мен 4-3 есебі қазір айна қатесіз қайталанып отыр. Сонымен матч осы нүктеде аяқталды. Бүгін 8 гол көрген ойын жанкүйерлерде де арман жоқ шығар. Өте тамаша матч болды. Негізі Айбек шынымды айтайын, матч барысында мына екі команданың футболшылары да қосалқы құрамының футболшылары жастар көбінесе, енді ары кеткенде 1 гол 2 гол көретін шығармыз деген бір оймен келген едім. Үмітім қазір ондай болмады, ойлағаным олай болмады. Біз ойлағаннан да жақсы шықты. Өте керемет матч болды, маған өз басы ұнап отыр. Жалпы көптеген көрерменге ұнады деп ойлаймыз. Ең бастысы тағы бір нәрсе, жастар өсіп келе жатқанына көз жетіп отыр. Әсіресе ертістің жастары өте мықты екен. Негізге бұндай жартылай финалдық кездесуде жастарға бапкерлер сеніп арта бермейтін, алайда бұл жолы міне Станимир Стойлов пен Димитар Димитров бастаған бапкерлер құрамы жас ойыншыларға мүмкіндік берейік. Бұларға да осындай тәжірибелі ойыншылармен тізе қосып ойнайтын мүмкіндікті жақсы пайдаланар деген үмітпен алаңға қосқан. Өте дұрыс болды. Меніңше бапкерлердің үміті ақталды. Енді жалпы келесі маусымда мен бүгінгі матчта бір